Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған жайлы мектеп жобасы аясында Түркістан облысында 29 білім ұясы салынуда. Заман талабына сай бірыңғай үлгідегі мектеп Отырар ауданы Шәуілдір ауылдық округінде де бой көтерді. Сонымен қатар екі мақта өңдеу зауытының капсуласы салынды. Салтанатты рәсімге облыс әкімі Нұралхан Көшеров қатысып, бастамаға сәттілік тіледі. Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров Отырар ауданына іс-сапарында жайлы мектептің құрылысын бақылап, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. 600 орындық білім ордасының құрылысы Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамы тапсырмасымен жүзеге асты. Жалпы алаңы 3 гектар жерде орналасқан нысан инженерлік инфрақұрылыммен толық қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары толық аяқталып, қабылдау өткізу жұмыстары жүргізілуде. Мұнда 115 жұмыс орны құрылмақ. Сонымен қатар Шәуілдір ауылында 2 мақта өңдеу зауытының капсуласы салынды. Жоба арқылы қуаттылығы жылына 160 метр тоннаның 4 заманауи мақта өңдеу зауытын іске қосу, 6000 тонна мақта тұқымын шығаратын өндірістік желісін құру көзделген. Оның ішінде биыл 2 зауыт іске қосылса, 2026 жылы тағы 2 зауытты іске қосу жоспарланып отыр. Жоба толық жүзеге асқанда жақын маңайдағы аудан қалалардың 1,5-ге жуық тұрғыны жұмыспен қамтылады. Су үнемдеу технологияларын қолданатын еліміздегі ірі масштабтағы алғашқы жоба өндірістік процестердің барлық кезеңдерін қамтиды. Үздік технологияларды қолдану есебінен су мөлшерін 3-4 есеге дейін үнемдеуге, жоғары өнімділік алуға мүмкіндік береді. Жобаның экономикалық тиімділігі орасан, мақта тоқыма кластерін дамытуға ықпал етіп қана қоймай, өңір бюджетіне кіріс әкеліп, салық түсімдерін арттырмақ.